Баршаңызға қайырлы күн достар, қалайсыздар? Келіп жеткен жаңа жылымыз құтты берекелі жыл болсын. Бүгін YouTube каналымда осындай мега шоколадный вупи-пай тортының рецептімен бөлісемін. Ең алдымен шұңғыл ыдысымызға 4 жұмыртқаны салып, үстіне шым-шым тұз қосып, қантын салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксеріңіздің жылдамдығын максималды жылдамдыққа қойып, жақсылап тұрып соғыңыз жұмыртқаларды. Аппақ болып көтерілгенше 7-8 минут соғамыз. Достар, байқап тұрған боларсыздар, біздің жұмыртқамыздың көлемі көтеріліп, цветі аппақ болып ұлғайды жұмыртқаларымыз. Енді келесі кезекке көшеміз. Келесі кезекте, достар, өлшеніп тұрған майымыздың үстіне шоколадымызды салып, микроволновкада немесе плиткада ертіп аламыз екеуін. Шоколадымыз ергенше құрғақ компоненттерді араластырып аламыз. Ол біздерде какао, разрыхлитель және де ұн. Ерген майымыз бен шоколадымызды миксерленген массаның үстіне құямыз да, және де осы массаны тағы да миксерлеп аламыз, жақсылап тұрып. Ал енді достар, құрғақ компоненттарды міндетті түрде силикон таяқшасымен немесе ағаш қасықпен қолмен араластырамыз. Достар, біздің қамырымыз қою және де қанық қоңыр түске енді. Енді біздер бұл қамырымызды 4 бөлшекке бөліп, осындай пергамент қағазымен дайындап қойдым, алдын ала диаметрі 22 см сызып алып. Соған әрбір пергамент қағазына 3 қасықтан салып шығамыз. Достар, біздер бірдей қылып 3 қасықтан әрбір пергамент қағазына салып шықтық қамырымызды. Енді кішкене қалған қамырды мен соңыра әшекей ретінде вупи-пайдың бетіне қолданамын. Ал енді осылай тегістеп, қасықтың, пышақтың немесе осындай кондитерлік пышақтың көмегімен теп-тегіс қылып жайып шығамыз қамырымызды. Достар, алдын ала пешіңізді қыздырып қойыңыз, қосып қойыңыз, яғни 180 градуста бір 5 минут бұрын, пешіңізді салмастан бұрын, қамырыңызды 5 минут бұрын осылай қосып қойсаңыз, сіздің пешіңіз қызып тұрады. 180 градуста 5-6 минут қана піседі, өте тез піседі, сондықтан да қарап қоясыздар. Мен бірінші коржығымды пешке жібердім, және де екінші коржығымды осылай жасап алып жатырмын. Достар, тағы да айтып кетейін, менің коржығымның диаметрі 22 см. Достар, айтып өткендей, мана коржықтарымыз өте тез піседі, және де пісу барысында ол коржықтардың көлемі ұлғаяды.
Сондықтан да мен піскен коржықты осылай диаметрін 22 қылдырып тағы да қиып алдым. Ал қалған қиындылары уже керек болмайды бізге. Ыдыстың түбінде қалған кішкене қамырдан мен осындай 6 пирожный шығардым. Бұларды sonra выпекайдың бетіне украшение ретінде қолданамын. Ендігі кезекте выпекайдың кремін жасаймыз. Ол үшін 33%-дық сливкиді қолданамыз. 500 мг. Жақсылап тұрып миксерлейміз. Сливки міндетті түрде салқын болу керек. 3-4 минут осылай миксерлеген кезде сливкеміз қоюлана бастайды. Сол кезде сахарный пудрамыз салып, тағы да 1-2 минут миксерлейміз. Және де осының үстіне өлшенген творожный сырымызды саламыз, және де маскарпоне саламыз. Маскарпоне выпекайдың кремі, яғни жан жағындағы әдемі болып тұратын шариктердің барлығы қатты болу үшін қолданады. Енді достар, осы кремдеріміздің барлығы біркелкі массасы болғанша 4-5 минуттай миксерлейміз. Сол кезде креміміз қоюланып, уже соғуға ауырлана бастайды соққан кезде. Сол кезде тоқтатасыз миксеріңізді. Өте көп соғып қоймаңыз. Өте көп соғып қойсаңыз, крем іріп кетуі мүмкін. Сондықтан да 4-5 минут қатты жылдамдықта соқсаңыз, сол жарайды. Енді менде выпекайға арналған насадка бар. Специально кондитерский магазиндердің бәрінде де сатады. Ендігі кезекте мен тортымды сборкасына кірісемін тортымның. Ол үшін осындай кондитерский мешокқа насадкамды салам. Кондитерский мешоктың басын тесіп алам да, кремімді салып, коржықтарымды жинаймын. Выпекай өзінің осындай дөңгелек шариктерімен ерекшеленеді. Сондықтан ең бірінші осы дөңгелек шариктерін жан-жағын жасап шығамыз. Достар, міне біздер домалақ қылып барлық тортымыздың жанын жасап шықтық. Енді қалған кремін ортасына жағамыз. Және де қалған коржықтарды дәл осылай жасап шығамыз бәрінде. Достар, соңғы коржықты мен шоколадный қылам. Міне бізде тортымыз почти дайын болып қалды. Енді мына пирожныйларды да осылай жасап шығамыз бір-бірлеріне қосып. Бұны жаңа айтқандай украшение ретінде қолданамын соңында.
Енді сливке мен шоколадты ерту арқылы осындай шоколадный ганаш жасадық. Осыны торттың бетіне жағамыз. Достар, мен вупи пайдың құрамының барлығын описание бөлімінде жазып кетемін. Достар, менің вупи пайым 1 килограмм 600 грамм салмағы, және де себестоимость менде 6000 теңгеге шықты. Ал қазір білесіздер, 1 килограммы вупи пайдың 7000-нан кем тұрмайды. Сондықтан осылай мен сияқты жасап көріңіздер. Бір жағынан ақшаға да эконом болады, екіншіден осындай керемет әсем торттар жасап үйренесіздер. Міне достар, мен тортым дайын болды. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Егер де мен рецептім ұнаса, мені қолдап, маған лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар, ас болсын.